Несколько человек уже смотрят в школе, продолжайте, чтобы привлечь больше зрителей. Минимум пару шума объявлений, какие везде, будут смысле, лайк, посмотрим, что нам весело, естественно, когда мы пошел приятно. Такие не хотим шоу, что мы перерыв уже с вами должны. Подписываемся, ставим лайки, делимся, остальные просто. Начинаем тестируйте, слушайте, лайк, чем больше лайков, тем больше зрителей. Ой, благодарю. Благодарю. К сожалению, последнее написано. Две буквы написано. Я даже не знаю, как это назвать. Вообще желательно написать именно свое. Уже когда вот так вот выходит, ставите лайк, чтобы вас назвать по имени. Когда человека называют по имени, человек поднимается вверх. Приятно же слышать свое имя, так? Даже если ваше имя распространенное, должно получится. Поэтому я вот смотрю, каждую букву могу посчитать, каждую цифру. Потому что мы объявляют лайк с конкретных ребят. Благодарю тех людей, которые сразу приходят, ставят лайки, делятся, задают вопросы. Благодарю. Благодарю. У нас сейчас 18:14. Сегодня мою трансляцию открывала девушка из Греции. Сразу пришла, начала ставить лайки, и у меня длилась трансляция где-то 2 часа с лишним. Сейчас чего не хватает людям? Сейчас в основном не хватает людям общения, понимания себя. Если мы сами себе не можем помочь, какая помощь может быть другим? Правильно? Так, что ваших лайков? Ой, Рахмет, бір мың лайк істегенші.
жауап алады, өте қуанады, өте қуанып қана қоймай өзгелердің қуанышына бөлісе басқалармен. Менің мақсатым біреудің мақсатына жету, себепкер болу. Орысшасы моя миссия заключается становиться причиной успеха других людей. Так. Вы нам лайк поставите, пожалуйста. Прежде задать вопрос, поставьте, пожалуйста, 1000 лайков. Я посмотрю, если вы ставите, даете обратную связь, я тогда могу ответить на ваши вопросы. А если нет обратной связи, представьте, я сама с собой буду разговаривать. Поэтому давайте будьте активнее. Сухрахалам рахмет. Ешқайдан басталады. Адам өзін танымағаннан басталады. Ол адамда өтпеген жағдайда өсірмеге өшіреді. Ал өзгеге өтпегенмен, өзгеге ренжімен десеңіз, өздеріңізбен жұмыс істеңіз деп айтасыз. 100%-дан 100%, 1%. Бірақ мен соңында да енді қарап отырмын. Біреу жұмыста отыр, біреу жолда келе жатыр, біреу общественный жерде отыруы мүмкін. Құлаққа наушник тағып өз тыңдап отырады. Сонда да өз арасында бармақтарыңызбен басып отырсаңыз да өздеріңізге де жақсы. Сұрақаның бірінің лайк басып кетіңіздер. Бірінің лайк басып кетіңіздер. Бірінің лайк басып кетіңіздер. Бірінің лайк басып кетіңіз, содан кейін трансляцияға шығыңыз. Не все, по-моему, дейсіз ба? Не все меня слышат, дейсіз ба? Ой, рахмет, бірінің лайк басып кетіңізші. Зухра ханымнан басқа адам жоқ ау деймін. Келіңіз, бөлісіңіз. Қалқаңыз болса қадағаңызды лақтырсаңыз тоже приветствует. Тогда жай энергия. Энергия только взаимоотношения. Ой, рахмет.
кезде өзімен өзі сөйлесіп отырса айтатын еді, иә, мынаның басы жұмыс істемейді, қазір өзі нормальный явление, адамды түсінбейсің, өзімен өзі сөйлесіп қояшты ғой, немесе телефонмен сөйлесіп қояшты. Вообще хороший очень возможность. Особенно умным людям, у которых 24/7. Саламатсыз ба? Әпке сөкшеде естілмейді. Дауысыңыз қыжылдап тұр да, şimdi қыж-қыж-қыж деп. Икон сізден басқа лайк басып қалғанда бар ма? О, Татьяна, благодарю, Татьяна, начала лайк ставить. Лайк басылмаған кезде осылай трансляцияны қалайша да өте өзің білесіз. Сонымен менің парақшамды қайдан келдіңіз деп Дауысыңыз вообще жақсы естіліп тұрған жоқ, қыжылдап тұр екен. сонда шығыңызда қайтадан Может, вам надо запрос это жіберіңіз, мен сізді қабылдаймын. Запрос жіберіңіз. Маған запрос тастаңыз, мен сізді приму. Вот сол кезде может естілетін шығар. Так, Зухра ханым. Эмоцияға беріліп отырсыз ғой. Шығыңызшы. Не кісі. 100% королевшна бұл кісі. Ал, енді естіліп тұр. Саламатсыз ба, енді естіліп тұр. Вот, пожалуйста. Ал, қандай сұрақпен келдіңіз? Маған қайдан келдіңіз, соны айтыңызшы, сол қызық қой. Менің парақшам. Аха, менің парақшамды қанша болды естіп жүргеніңізге? Ой, уже көп болды, бір айдан асып па, 2 ай болып па. Ой, көп болды дегенге бір 6-7 жыл болды деп айтайын деп жатырмын десе. Так, сонымен қалай келдіңіз менің парақшама? Кім бөлісті сізбен менің парақшама келіп, тыңда деп? Жоқ, мен өзім тиктоктан көріп, андай запрос жібердім ғой, подписка жасадым осыге. Сон именно не сізге жақын болды? Қалай сіз менің парақшама келдіңіз? Подписка жасап, сізге сол бір рет кірген мен сізге, по идее. Сосын разбор алдыңыз ба? Разбор алған бір рет, аха. Содан не өзгерді? Соны айтсаңызшы енді. Қандай өзгеріс? Өзгеріс. Сол әлі өзгеріс болған жоқты қой. Никакой өзгеріс болмай жатыр. Өзім сондай ма әлі? Жақсы қабылдамай жатырмын ба, білмеймін. Сонымен енді парақшаңызда қанша адам бар сізде? Не ма? Менің подписка ма? Менде 476 подписчигіңіз бар. Аха. Қалай ойлайсыз? Неге? Неге 400 подписчигіңіз бар? Ал егер сіз қажырлы еңбек еткен кезде сізге қаншама келетін еді. Себебі сіз бөліспейсіз біліміңізбен. Иә, ондай істемеймін, ахан, дұрыс айтасыз. Мен ба? Ұрыс қояйын ба? Өзіңізбен Ұрсаңыз, істеймін шығармын деп па? Иә, ұрыс қояйын ба? Сондықтан енді өзіңіз ойлаңызшы, өзіңізбен өзіңіз жұмыс істемесеңіз, сіздің өміріңіз біреуге керек па? Солай ғой? Солай енді, солай. Сондықтан енді өзіңіз бүгін нешеде ояндыңыз, соны айтыңызшы, шындығыңызды айтыңызшы. 6-та ояндым мен, потому что сағат 6-та жұмысқа бар ғой, 6-та тұрамын, жуынамын, шайынамын, туда-сюда, мен 7-те жұмыстан шығамын ғой. Жұмысқа қарай шығамын ғой. Жұмысыңыз нешеде басталады?
сегізде басталады. 6-да тұрасыз, 7-де шығасыз, 8-де жұмысыңыз басталады. Дұрыс ба сізге? Иә. Енді сіз 6-да неге тұрасыз? Неге ерте тұрмайсыз? Қаншада тұру керек? Ерте тұрып, бір сағат хотя бы өзіңізге көңіл бөлсеңіз, өзіңізге уақыт бөлсеңіз, өзіңізді жақсы көрмейсіз бе? Мүлдем. Жоқ, жақсы көрген жақсы көрсін, уақыт болмай жатыр ғой сол жақсы көргенге. Жұмыс деп. Сіз жұмыста отырсыз. Иә, кәдімгі суткадамын, ақа жұмыстамын. Енді қай елден, қай жерден хабарласып отырсыз? Ау? Қай елден, қай жерден хабарласып отырсыз? Жұмыста отырып алып, сізді тиктогыңызды ашып қалсам, сіз отырсың. Жоқ, сіз қай жерден хабарласып отырсыз? Мен мысалы Тараздан. Енді қараңыз, сіз қазір жұмыста отырсыз. Тиктокқа шығып, сізде возможность болып отыр. Оның өзі өзгеріс қой. Нешеге дейін жұмыс істейсіз? Сіз суткамен. 8-де кірдіңіз, 8-де. Енді ертең. Кім болып жұмыс істейсіз? Больницада санитарка болып істеймін. Енді сіздің өзіңіздің қатты қағазыңыз бойынша кімсіз сіз? Профессия ма или как? Не айтасыз? Енді мектеп бітіргелі қанша уақыт өтті енді? Қандай оқыдыңыз? Қандай оқығам? Поварды бітіргем. Енді сонымен неге жұмыс істемейсіз? Поварды білмеймін, мына кірдім да, күйеуім қайтыс болды, мына жұмысқа кіріп кеттім да, балдарым кішкентай болып. Сонымен сол мына больницада істеп жүрмін сонымен. Енді ол жұмыс істеп жүргеніңізге мен қарсы емеспін, просто өзіңізге айтамын да. Енді сіз суткамен жұмыс істейсіз ғой, суткада жұмыс істейсіз, сосын қалай, по-любому вы же сменадан тыс уақытыңыз бар ғой. Сол уақытта өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуға. Жоқ, мен мына қараң, суткадан шығам да, ертесіне қайтып суткаға келем ғой. Бір күн ақ демаламын мен. Шыққан күн бір күн сол демалам, ертесіне қайтып суткаға келем. Балаларыңыз кішкентай? Жоқ, балаларым өсіп кеткен. Мен екі қызым тұрмыста, балам әскерге кеткен. Енді девочка болып отырсыз. Иә. Енді қараңыз, балаларыңыз өсіп кетсе, енді сізге қазір парақша ашып, неге сіз өзіңіздің суретіңізді қоймайсыз? Гүл қойып қойыпсыз. Гүл деген ол не живой гүлді қойып қойыпсыз сурет. Былай живой гүл ол. Просто ана суретімді қойсам қорқасың да, сурет кім біледі, сырттан біреу тағы бір нәрсе істеп қояды ма деп қорқасың да. Енді ол істеп қойғанмен енді сіздің удостоверение личностіңізді енді керек адамдар бәрі көреді ғой, мысалы. Удостоверение бар ғой, ол да сурет бар, сол дұрыс па? Сіз айтқан суретіңізді сізден сұрамай-ақ қанша адам көріп отыр, қанша адамның қолынан өтіп отыр, мысалы, иә? Мысалы, удостоверениемен бәрі жерде жүрміз. Удостоверение ана чипі бар, соны көрсетсе бүкіл информация тұр, пожалуйста. А при чем тут это? Сондықтан сізге өзіңізге кәдімгідей Зухра деген, мен сіздің есіміңіздің энергиясын санадым ба? Жоқ, санағанбыз. Вот сол, пожалуйста, енді неге консультацияға келмейсіз? Неге өзіңізбен біраз жұмыс істемейсіз? Сізге қарым-қатынасыңызды дұрыстау керек қоршаған ортаңызбен. Өйткені сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс істемейсіз, өзіңізді как эвакуатор сияқты, анау эвакуатормен жүрген машина қандай, өзімен өзі жүрген машина қандай. Разницасы бар ғой? Иә. Пожалуйста, машинаны алғанмен ол да как адам сияқты, иә? Оның тамағы бар, оның майы бар, оның бензині бар. Оны жуу керек, оны үйту керек, бүйту керек, кәдімгі ер адамда, мысалы, машина болса, ол әйелінің емес, баласының ең бір машинасын жақсы көреді ғой. Таңертең кешке майлап тепкілей береді оны. Балуан. Иә, дұрыс айтасыз. Бір қарайды, астына бір қарайды, таңертең кешке дейін как будто бір сүйікті қызына үйленгендей қарайды, мысалы, солай ғой. Енді қараңыз, дәл солай сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз қолыңызға алмасаңыз, енді қазір ендігі жылы сізді әбден мысалы қолдауы мүмкін Алла, иә?
өзіңіздің не бастадыңыз соны былтыр, соған қазір қарым қатынасыңызды дұрыстау керек. Ну, вы во времени не разбираетесь, сізге кәдімгі пошаговый инструкция керек. Біреуді түсінгенде керемет сөз, ал өзіңізді кім түсінсе екен деп отырасыз, иә? Прямо біреуге дегенде, көмекке дегенде ұшасыз, иә? Да, совет бергенде бәлейді совет берем мен. Қуып жетіп алып бірінші очередь жүгіремін көмектескенге. Вот, қуып жетіп алып бүтін шығарғыңыз келіп тұрады, иә? Аха, совет беремін, көмектесемін. Бірақ, иә, неге осылар өмірлерін қолдарына алмайды деп ұрып алғыңыз келеді, иә, прямо. Өмірлік тәжірибе бар ғой, ертеңі жетіп тұр, иә, прямо. Жұмыстағы қыздарға айқайлаймын ғой, былай істемейсің ба, былай істемейсің ба деп қойып. Сонымен енді сіз қазір мальчик болып кеттіңіз ғой, сөйтіп жүріп. Енді сіз мальчик емессіз ғой, сіз девочкасыз. Түсіндіңіз ба? Сондықтан енді ерте ұйықтаңыз. Жұмыстан келесіз ғой, ой, бүгін ерте ұйықтаңыз деппін ғой. Бүгін енді жұмыстасыз ғой. Енді мүмкіндік болса, кәдімгідей бүгін ерте ұйықтауға тырысыңыз. 1-2 сағат болсын, бір ұйықтап алыңыз. Енді санитаркалар ұйықтамайды деп айтыңызшы. Ұйықтайды ғой енді. Жоқ, ұйықтаймын сағат сол, если тишина болса, сол 1-ден асқанда, 2-ден асқанда. Тишина, енді сол тишина болса, сол сағат 9-да ұйықтайтын болсаң, 6-дан бастап подготовка жасаңыз енді. Содан 1-2 сағат ұйықтап алыңыз, 9-дан 11-ге дейін ұйықтап алсаңыз, кәдімгідей түсініп келеді. Түсіндіңіз ба? Адам таңертең кешке дейін ұйықтаса, адамның ұйқысы қандай? Егер адам 1-2 сағат ұйықтап алсаң, былай жетеді ғой кейде. Өз түсінбейсіңіз, мен 2 сағат ұйықтадым ғой, қалай жүрмін деп кейде өзіңіз сұрақ қоясыз, иә? Ал кейде болады, бір 24 сағат ұйықтасаңыз, ұйқыңыз қанбай, бір ұрып тастағандай, бет аузыңыз ісіп, кәдімгідей басыңыз айналып жүресіз, иә? Денен бәрі ауырып тұрады ғой, как будто ұйықтамаған сияқты. Тренировкадан, как будто рингтен келген, боксерский рингтен келген адамдар сияқты жүресіз, иә? Сондықтан сіз эмоцияға берілесіз. Сондықтан бастаған ісіңізді аяғына дейін прямо жеткізіп үйреніңіз. Түсіндіңіз ба? Содан кейін кәдімгідей дене тәртібі болса, ертеңнен бастап прямо дене тәртібіне кірісіңіз. Дене тәртібі обязательно ол алып келеді өзіңіздің бастаған ісіңізді аяғына дейін жалғастырып. Зарядка ма? Ау? Зарядканы айтасыз ба, или как? 5 уақыт намазға жығыласыз ба, йогаға барасыз ба, плаванияға барасыз ба, баняға барасыз ба, бассейнге барасыз ба, не какое дело? Әйтеуір, енді Таразда андай нелер бар ма? Фонтан, бар. бассейн. Енді бар ғой жоқ. Сондай жерлерге барып, кәдімгідей біраз өзіңізді суретке түсіріңіз, видеоға түсіріңіз. Что вы любите, любимым делом займитесь. Санитарка это санитарка, ол жұмыс, ол күн көрісіңіз. Ал енді сөйтіп жүріп ертең жұмысқа, енді жұмыс істеп пенсияға дейін жетсеңіз, ол пенсияға шығасыз. Ал енді содан кейін не істейсіз? Содан қазірден бастап уже соны бастаған ісіңізді былтыр не бастадыңыз, соны кәдімгідей қазірден бастап уже қарым-қатынасыңызды. Иногда бывает прям қарым-қатынасыңызды бытшын шығарып, прям бәрінен хочется разорвать, да? Олай жасамаңыз. Қайта біреумен сол сөйлесіп жүрмін да, сонымен ол үйленейік деп айтып жатыр да, почему-то у меня желания нету. Айтайын десем, жоқ деп айтайын десем, бір жағын қимаймын. Сондықтан енді өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіз ең өзіңіздің бірінші бірағыңызда өзіңізді түсінбегенде, енді екінші бірағыңызда өзіңізді түсінесіз бе? Сұрақ. Әлде өзіңіздің ісіңізбен айналысасыз, ол енді өзіңіздің қолыңызда. Сондықтан мен сізге айтамын, қазір қарым-қатынасыңызды дұрыстаңыз прямо. Просто надо поддерживать взаимоотношения. Сіз кому дело, кто что скажет, вам надо просто поддерживать взаимоотношения. Взаимоотношения, как воздух вам нужен, со всеми. Сіз кейде өзі болады, қалай ренжісеңіз де, ашулансаңыз да, қайтадан барып өзіңіз сол адаммен қайтадан татуласқыңыз келіп тұрады, олай жасамаңыз. Иә, сондай ғой, сөйлескім келіп қайтып сөйлесіп кетемін сонымен. Иә. Қатты ренжіп болған шығармын деймін да, барамын да өзім сөйлесіп кетемін. Сізге в общем ақиқат білімді сатып алу керек. Ақиқат білімді сатып алмай болмайды.
на одни и те же грабли вам не стоит наступать или не стоит, сами себе задайте вопрос. Понимаете, да? Вот. Лучше быть одной, чем жить с кем попало, дейді. Обычно, иә да? сол ғой аха. Үйленгенше бәрі жақсы, үйленгеннен кейін айтады ғой, күйеуге шыққаннан бәрі жақсы, күйеуге шыққаннан кейін жаман қатын қайдан шығады дейді. Сол енді ана басымыздан бір өткен соң екінші уже страх болады да, қорқасың да. Сондықтан енді өзіңіз ана 3 балапаныңыз бар ғой. Иә. Ең бірінші сол балаларыңызды сіз түсінбейсіз. Не сол балаларыңыздың әкесін түсіне алмағанда енді басқа адамға тұрмысқа шығып сол адамды түсінемін деп ойлайсыз ба? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіздің өміріңіз тек қана өзіңіздің қолыңызда. Түсіндіңіз ба? Иә. Сондықтан өзіңізді қазір өміріңізді өзіңіз қолыңызға алмасаңыз, сіздің өміріңіз ешкімге керексіз. Сіз жақсы болсаңыз, сіздің жаныңызда үнемі адамдар жүреді, андай жалпышықтар жүреді. Ал енді сізде бәрібір қазір бір жеріңіз ауырып жатып қалыңызшы, адам табылмай қаласыз қазір жаныңызда. Сізден жексұрын адам болмайды. Сол ғой. Ауырғанда ешкім ауырған адамды жақсы көрмейді. Сондықтан өзіңізді қазірден бастап қолға алыңыз кәдімгі күнде. Қай жерге шақырса, шақырмаған жерге бармаңыз, шақырған жерден қалмаңыз. Прямо соны өзіңізге сөйтіп жазып алыңыз. Шақырған жерге барма, шақырмаған жерге барма, шақырған жерге қалма деп. Прямо қандай андай мешітке шақырама, ас беруге, анау церковьқа шақырама. Кому какое дело? Все же люди, правильно же? Біздің Қазақстанымыз, многонациональный Қазақстанда қай жерге бармай жатырмыз. Иә. Сондықтан барлық жерге, қай жерге шақырса, сол жерге бар. Минимум 5 анау ұлттың дінін, салт дәстүрін өзіңіз байқап көріңізші. Көп түсініп келеді. Түсіндіңіз ба? Аха. Өзіңіздің кім екеніңізді түсіне бастайсыз. Сізге өзіңізді өзіңіз тыңдап жаңағы үйрену керек. В общем, сізге мен айттым, иә? Аффирмацией займитесь, книгу благодарности заведите, сосын аффирмацией займитесь, немен, визуализацией займитесь. Сіз даже қағазға жазбайсыз ғой. Жазбаймын. Пожалуйста, вот вам вопрос. Ал біреуді жанын шығарып жазғанды жақсы көресіз, иә? Давай пиши деп, жаз деп. Олай ма? Ал бірақ өзіңіз жазбайсыз. Соны өзіңіз жазып үйреніңіз. Жазып үйреніңіз да. Сосын мына есіміңіздің энергиясын санау керек. Әкеңіздің аты кім, өзіңіздің жеті атаңызды білесіз ғой? Жоқ, ондай ұмытып қалдым мен. Пожалуйста. Енді сізге бүгінгі сабаққа келсеңіз, мен сізге 2 қоятын едім. Деп ұрсып қояйын ба? Вот солай. Енді сіз өзіңіздің жеті атаңызды білмесеңіз, сіздің балаңыз қайдан біледі? Түсіндіңіз ба? Ертең балаларыңыз ер жетіп, қыздармен араласпай ма, жігіттермен араласпай ма, өздерінің туған туыстарын таппай ма? Түсіндіңіз ба? Елің кім, жерің кім деп өз бұрын әке шешелеріміз, ата бабаларымыз сөйтіп жүруші еді ғой. Әкең кім, шешең кім, ата бабаларың кім деп, иә? Сөйтіп өздерінің туыстарын тауып, сөйтіп бір енді сондай заман болды ғой. Енді сонымен сізге задание, жеті атаңызды жазып алыңыз қағазға. Атаңыз тірі ғой. Пожалуйста. Ата-анасы бар адам, бақытты адам ғой, бай адам. Сол сіздің осы уақытқа дейін жүргеніңіз сол ата-анаңыздың арқасы. Ал енді қазір жұмыс істеймін десеңіз, сіз ақшаны да таба аласыз, энергияңыз да жетеді, тағы да қайталап кетемін. Сол сізде бар қасиет, енді ол әке шешеден берілмей ме? Сондықтан анаңыздың тірісінде прямо рахмет айтып үйреніңіз. Сіз анаңызды да түсіне алмайсыз, әкеңізді де түсіне алмайсыз. Ал ол кісілерді қашан сіз түсіне бастадыңыз? Қашан өзіңіз ата-ана болдыңыз, иә? Сол кезде түсіне бастадыңыз ғой? Енді ол заңды түрде ғой, енді біз өзіміз ата-ана болмай қалап өзіміздің әке-шешемізді түсінеміз. Солай ғой, это нормальный еді. Енді ертелі кеш все равно өзіңіздің жаңағы жеті атаңызды таныңыз. Ата-анаңыздан сұраңыз, Сухра деген есім қайдан пайда болды? Оны кім қойды, энергиясы қандай? Ал соны өзіңіз біліп алсаңыз, это одно, а еще по научному, что означает ваше имя. Сондықтан өзіңізге
өзіңізге вообще өзіңіздің ісіңізбен айналысу. Ага. Еңбекпен ғана. Бәрі еңбек. Мгм. Өте Мгм. просто жақсы. А так, егер мысалы бақытты болам десе, әр әйел бақытты болуға лайықты. Ол өзіңіздің қолыңызда. Алға басасыз ба, артқа басасыз ба. Бірақ сіз уже аузыңыз күйді ғой. Аузы Иә. күйген адам шекпейді. Сол Иә. енді сізге өзіңіздің туған балаларыңыз өзінің әкесін түсіне алмағанда, сіз біреудің баласы сіздің балаңызды түсіне ме? Ойлаңызшы, ақылға сыймайтын нәрсе, иә? Сондықтан білім алу керек. Сізге, в общем, жазыңыз, учиться и учиться. Действуйте просто без сомнений, и все будет хорошо. Только жүруді тоқтап қалдыңыз ма? Жүрген кезде өзіңіздің мақсатыңызды бар ғой, сол мақсатыңызға жету үшін тек қана жүру арқылы ғана келеді. Жүрген кезде, оппа, осылай екен ғой деген сізге түсінік келеді. Түсіндіңіз ба? Иә. Сізде жүретін мүмкіндік бар, уақыт бар. Ал енді сіз 6-да ояндым деп отырсыз. Сіз қазір комфорте, сами себе комфорт создали, 6-да оянып. Ал егер вы сами себе создадите дискомфорт, вам будет комфортно. Түсіндіңіз ба? Ал нәпсі деген ол адамның нәпсісі, ол тоймайды. Алсам деп тұрады, жесем екен, алсам екен деп. Ал сіз наоборот, өзіңізге өзіңіз прямо понаблюдайте, завтра прям, сегодня прям напишите, распишите на бумаге, завтра начните. Ертең сіз дене тәртібі болса, бүрсігүні прямо қажырлы еңбекпен, прямо 24, если сутки болса, прямо 20 часов упорным трудом поработайте над собой. Работа с работой – это для внешней цели, а мен сізге айтып отырғаным для достижения внутренней цели. Сонда өзгерісіңіз болса, сонда келіп айтасыз, менде осындай өзгерістер болып жатыр. Иә, сізге айтамын ғой. Өзіңізге өзіңіз таңғалатын боласыз. Өйткені біздің көзіміз біреуді көреміз, өзіміздің қабілетімізді ұмытып кетеміз. Білмейміз өзіміздің қабілетімізді. Ал сіздің қабілетіңіз қаншама адамға қажет. Сіз 100% стратегияңызды құрып аласыз да, ешкімді естімейтін адамсыз сіз. Керек болса бытшыны шығарасыз оны. Солай ғой? Пожалуйста. Енді мен сізді танымаймын, мен сізге кім екеніңізді айтып отырмын. Ризасыз ба? Вы боевая, вы сами по себе. Иә. Сізге спортпен айналысу керек. Егер сіз спортпен айналыссаңыз, өзіңіздің барлық негативный энергияңызды спортқа жібересіз. А егер сіз спортпен заниматься етпесеңіз, біреудің логикасын сындырасыз ғой. А это вам надо? Біреуге өлім тілеген қандай, әлде өмір тілеген қандай. Соны өзіңізге сұрақ қоясыз оны. Түсіндіңіз ба? Сонда жизнь бумеранг. Өзіңіз Алладан сұраңыз, не сұрасаңыз. Алладан не сұрасаңыз, ол адам арқылы келіп отырады. Сол, енді ризасыз ба? Рахмет. Енді сіз екінші рет мини-разбор алып отырсыз. Сондықтан ана тыңдап қана қоймай, өзіңіздің оршаған ортаңыздан алып. Прямо иногда бывает же, разорвать захочется, прям иногда взаимоотношения, да? Вот именно вот людям как раз и рекомендуйте. Энергияңызды босқа кетірмей, наоборот, рекомендуйте. Каждый пусть себя своими ушами себя услышит, своими глазами себя увидит и себя узнает. Сонда сіз станете причиной успеха других людей, только упорным трудом. Сіз түсініп алайын деп бүйтіп отырғап қаншама энергияңызды жұмсағаныңыз қандай, әлде біреуге жол көрсеткеніңіз қандай. Сондықтан айтып отырмын ғой, сіз өзіңіздің айтқаныңызбен жүретін адамсыз, бірақ енді сізге жоқ деп айтуды үйрену керек. Түсіндіңіз ба? Жоқ деп айтуды үйрену. А вы хотите, чтобы вы перед всеми хотите быть хорошенькой казаться, чтобы о вас хорошие только говорили, а от этого вам легче? Конечно, нет. Естественно. А вы не обязаны нравиться всем. Вы не нравится и делать то, что люди вам скажут или подумают. Каждый человек думает по мере своей испорченности, по мере своей образованности, по мере своей компетентности.
А вы оставайтесь свое мнение. Енді содан жаңа сіз поварлыққа оқыдым деп отырсыз ғой. Дипломыңыз бар ғой. Иә. Енді өзіңіз соған в этом направлении өзіңіз ойланып көріңіз. Почему бы вам не стать специалистом своего дела? Енді сізде ол стаж бар ма, ол поварлық? Жоқ, мен ашын оқыдым да, содан кейін алып қашып кетті. Деген қалды ғой. Енді алып қашып кетті. Жарайды. Енді қараңыз, содан бері қаншама сіз өмірлік тәжірибе өттіңіз ғой. Енді дүниеге бала әкелу оңай нәрсе емес қой. Ол ешқандай кітаппен оны жасай алмайсың, мысалы бүйтіп. По инструкция солай ғой. Иә. Адамды туу деген ол оңай нәрсе емес. Сондықтан балаларыңыз неше жастағы балалар? Үлкен қызым сол 24-те, 23-те, потом 18-де балам. Вот, пожалуйста. 18-де, 20, 23, 24. Пожалуйста. Енді қараңыз, мына балаларыңызды уже, енді сізді неше жасыңызда алып қашты? Мені ма, почти 22 жаста. Вот, пожалуйста. 21-ден асты. 22 жасыңызда алып қашса, сіз дүниеге, мына балаларыңыз уже, сіз, представьте, сіз уже мына баламен отырған кезіңіз. Өзіңіз баласыз, баламен отырған кезің, қазір 24 жаста. Уже мына балаларыңыз уже сізді, мынау жарайды үлкені былай тұрсын, ана кіші балаңыз совсем уже 3 жыл болды, сізді вообще істемейді ғой. В общем, енді өзіңіз, ана балаңыз өзіңіздің кім екеніңізді көрсетеді ғой. Иә. Өзіңіздің жолдасыңыздың көзімен қарайды сізге. Түсініп отырсыз ба? Үйіңізде как будто әке шешеңіз, енеңіз жүргендей бола ма кейде? Иә, баламыз строгий ғой. Біреумен біресе айтады, кім ол деп шығады болса. Телефон звондап жатыр. Енді мен сізге не айтып отырмын? Енді бұрын папаңыз бен мамаңыздан сұрансаңыз, қазір балаларыңыздан сұрамайсыз ба? Сол ғой, айтып кетеміз ғой, пәленше жерге барамыз, 1-2 сағаттан келеміз деген. Пожалуйста, енді сіз бақыттанасыз, бар ғой? Балаларыңызды уже ер жеткіздіңіз, уже все, ол балаларыңыз сіздің айтқаныңызды естімейді, сіз үйретеді тек. Наоборот, егер сіз өзіңіз қазір чихали на все, если сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызды дұрыстап, бәрімен жақсы болып, өзіңіз бақытты өмір сүрсеңіз, балаларыңыз бақытты болады, сізге қарап бақытты болады. У них уже будет стимул, глядя на вас, жить. А если сіз өзіңізді мен санитаркамын деп, енді сіздің маңдайыңызға жазылмаған ғой, по жизни санитарка деп. Иә. Адамдар санитарка болып жұмыс істеп отырып, қаншама адамдарды кездестіресіз жұмыста. Солай ма? Иә. Сізге системада жоқ. Системада. Сменный емес, уже балаларыңыз өсті ғой. Сізге сменный жұмыста жұмыс істеу керек. Сменный 5 күн жұмыс істеп, 2 күн демалатындай. Сол, енді ризасыз ба? Ризамын, аха, рахмет. Рахмет, сізге рахмет. Енді егер шамаңыз келіп жатса, пожалуйста, отзыв жазсаңыз болады. Бір емесіне екінші рет мен не алып отырмын, мини разбор алып отырмын деп. Қаншама адамдарға сіз не айтасыз? Мына жерде қаншама адам сізді тыңдап отыр. Представьте картину, да? У вас сколько подписчиков, и у меня сколько подписчиков. Барлық адам сізді тыңдап отыр. Не айтасыз осы тыңдап отырған адамдарға? Жайдан жай келмейді менің парақшама. Өзін түсінем деп келеді, жарын түсінем, баласын, әке шешесін, қоршаған ортасын, жұмысындағыларын сөйтіп кете береді ғой. Ең бірінші жеткеннен көрі. Ал сіз өзіңіз қою арқылы, сіз мына жерде мини разборды жай ғана алып қана қоймай, қаншама адамға мүмкіндік беріп отырсыз. Өзіңіздің қонақтарыңыздағы адамдар да даже естуі мүмкін осы жерде. Солай ма? Не айтасыз? Менің подписчиктеріңізге қандай тілек айтасыз, айтыңызшы. Келіңіздер бұл кісіге. Бұл кісі дұрыс айтады. Сізге рахмет айтамын. Қаншама адамға мүмкіндік ол өзіңіздің мен мысалы парақшама қойсам, ол қандай адамдарға қажет? Ол өздерін түсіне алмай жүрген адамдарға қажет. Анау өзін түсінбей больницаға барып неправильный диагноз алғаны қандай, әлде өзін түсініп, өзінің ісімен айналысқан қандай? Жермен көктей, иә? Иә. Ал больницаға адам немесе өзі барады,
немесе ауырып келеді ғой көбінше. бір адамдар ауырайын деп тұрмын деп келсе, бір адамдар өлейін деп тұрмын деп келеді, иә. Сол ғой, сол. Вот. Соны сіз енді күнделікті көріп жүрсіз соны. Сізде уже тәжірибе бар, өмірлік тәжірибе былай тұрсын. Енді жұмыс істеп жай ғана санитар болмайсыз. Даже кейде болады адамға Көмектесеміз. иә, қалай жай көмектескеніңіздің өзі чего стоит. Жүгіріп көмектесеміз ғой. Иә. Иә. Врачтарға жүгіресің, реанимацияға жүгіресің. Енді сол жұмыс істеп қана қоймай, Жұмыс қалмасын деп. иә, сол жұмыстың істеп отырып қанша плюс-минустарды көресіз, иә? Қолыңызда Жаным ашиды бәріне анау қайтыс болған. Потом анау әке шешелерін алып келіп тастайды, алып кеткісі келмейтіндер болады, қарағысы келмейтіндер болады. Соға жаны ашиды да анау. Неғып қарамайды кезінде примерно сол әке шешесі қарады ғой. Қазір әке шешесіне кері жоқ болып тұр ғой балдары ше. Әке шешесі ауырып жатыр, балдарына кері жоқ болып тұр да. Соға жаны ашиды да неғып. на самом деле олай емес, болуы да мүмкін. Дұрыс па? Жоқ, біз айтамыз ғой енді, сіздер қарайсыздар ма анау мынау десе. Жоқ, қарамаймыз, біздің уақытымыз жоқ қарайтын деп. Сөйтіп тастап кетеді ғой, некоторые есть такие люди. Енді сонда жұмыс істеп отырып, сіз уже көріп отырсыз, иә, сол больницаның ішінің өзінде қаншама кейде ойлайсыз, иә, вроде менің образованием жоқ, кейде көріп тұрған нәрсеңізді айта алмайсыз, солай бола ма? Иә, сол ғой. Кейде болады, даже қолында медсестраның уже анау қатты қағазы болса да, даже просто элементарно Білімдер онша емес олар укол салған, система салған болмайды. соны айтып отырмын ғой, кейде болады, қолында қатты қағазы болса да, просто элементарно первую помощь не могут оказать. 100%-ның ішінде 1% болады сондай. Біз білеміз ғой арасында жүгіріп деп айта алмайсыз. Көргеніңізді көрдім деп айта алмайсыз. Себебі сіз тып-тыныш жұмыс істеп, зарплатаңызды алып, тыныш үйге барғаныңызды қалайсыз, иә? Сондықтан мен не айтып отырмын? Ол неден? Ол адам өзін түсінбегеннен, өзін танымағаннан болады. Сонда маған анау бір врач айтқан болатын, сен мына жерде қалай отырсың тамақ ішіп деп. Мен өзіме мен енді қалай тамақ ішіп дегенде, енді мына жерде қаншама адамдар дәрет сындырып жатыр, сен қалай тамақ ішіп отырсың деп айтады. Ал мен ол жерде қаншама адамдарға көмектесіп отырмын. И словами, и делом, и мысалы, енді ол Құдай біледі оны. Мысалы. Сосын мен жаңағы врач қой, соны ол кісіге өзіне айттым. Ал егер сіздің анаңыз осы жерде жатса, не істер едіңіз дедім. Сол кезде ол кісі түсінді. Түсіндіңіз ба? Соны айтып жатырмын ғой мен де ше, иногда который тастап кетеді ғой қарағысы келмей, соларға айтамын ғой. Келіндері болады, балдары болады, тастап кетеді. Түсіндіріп айтсам, содан кейін 2 күннен кейін келіп қараймыз деп ше. Енді сізде қазір, енді сіз дәл сол жерде жұмыс істеп ұнайтын болса, а неге сізге қазір медучилищенің бір курсын бітіріп алмағанға? Возможно, сломать, да? Вот смотрите, я вам просто вариант говорю. Сізге қазір оқып алуға болады на медсестру. Түсініп отырсыз ба? Сізде уже тәжірибе бар. Қанша жыл жұмыс істеп жатырсыз? 16 жыл болды. 16? Ага. Пожалуйста. 16 жыл болса, енді сіз ол неде просто можете узнать жаңағы медучилище, қазір колледж называется, да? Колледжде қандай мүмкіндік бар? Қазір центр занятости, кому за 50, тоже за 50 оған сіз ілікпейсіз. Енді центр занятостьға барып, просто можете поинтересоваться. Или жаңағы өзіңіз барып, сол медколледжға барып, документіңізді тапсырып, сізге қалай оқып шықса болады мен на медсестру деп. Ол оқимын десеңіз, интернетте бар, укол салуды өзіңіз де үйде отырып үйреніп аласыз, мысалы. Мысалы, мен сізге мысал ретінде айтып отырмын. Ал что толку 2 жыл, мысалы, медсестринский оқуды оқып, оған жұмыс істемей отырған қаншама аналар бар.
сол ғой соны айтып повышение квалификация алайын десе пособие жетпейді, жұмысқа шығайын десе бала қарайтын адам жоқ, үйінде отырайын десе ақшасы жоқ. Ондай міне мен естіп отырса қаншама медсестралар бар қазір үйде отырған, который біреуін алып қашты дейді, жұмыс істей алмады, біреу жұмыс істеп жүріп тұрмысқа шығып кетті, біреу жұмыс істеп үлгермей қалды, біреу даже жұмыс істеп кетсе де ол определенный уақыты бар ғой повышение квалификация алатын. Сол повышение квалификация болмаса ешқай жерде жұмысқа да кіре алмайды ғой. иә Мысалы, ал пособие деген ол балаға 1-ақ жыл төленеді, а қазір қанша төленеді құдай біледі. Қазір заң күнде өзгеріп жатыр мысалы. Сондықтан я вам просто рекомендую заняться своим делом, пока вы работаете, иә. Енді пенсия неше жыл қалды сізге пенсияға шығуға? иә Сол кезде сіздің жаңағыдай өміріңізді менің мына балаларына қарамады демейтіндей, өзіңіздің өміріңізді жаңағы өзіңіздің тапқаныңыз өзіңізге жететіндей, өзіңіздің ісіңізбен айналысып кетсеңіз, қартайғаныңызды білмей қаласыз ғой. Ал егер мен пенсиядамын деп, ал аурудың бәрі қашан басталады? Пенсияға шыққанда басталмай ма? сол енді пенсияға шықпай ақ қазір шығып жатыр ғой почему. Неге қазір? Потому что ауруын жасырады көбісі. Потому что жұмыс істегісі келеді, отбасын асырау керек. Күнделік енді күйбең тірлікпен, мысалы, қаншама ауырып жүрген адамдар ауруын жасырып білмей қалып та жатады өздері, иә. Сондықтан мен сізге рекомендую прямо өзіңіздің жаңағы либо повар болсаңыз, поварлық диплом, енді қазір қаншама жерде орын бар, жұмыс бар, дипломы жоқ. Ал дипломы жоқтар, мысалы, жұмыс істеп жүр. Тексеріс болса, дипломдары жоқ қолдарында. А сіздің дипломыңыз бар, а басқа жерде жүрсіз. Сондықтан соны ойлап көріңіз. Либо вам өзіңіздің дипломыңыз бойынша повышайте квалификацию, тоже бір курс оқып, можете помощником повара же устроиться, потом со временем свое хозяйство открыть деген сияқты, иә? Либо жаңағы медсестринский ма, жаңағы қандай өзінің несі по специальности ближе вам. Потому что вы даже на пенсию выйдете, вы не сможете дома сидеть. Вам Вам захочется спасать не то, что людей, собак, кошек, кете береді солай ары қарай. Солай ма? сол ғой енді далада да. Я соны не айтып отырмын. Либо вам на повара, либо вам на медсестру надо. В этом направлении сізге өзіңізге жаңағы. Негізі, либо, в общем, спорт у вас на первом месте должно быть. Работа с работой – это отговорка. Но, бірақ, обязательно спортом надо заняться, иначе вы всю свою энергию не в то русло направите. Түсіндіңіз ба? Вот что, давайте. Аха, рахмет. Давайте, рахмет, аха, түсіндім. Сол түсінгеніңізге рахмет. Енді отзывыңызды күтемін енді. Аха, давайте. Енді мен осымен эфирімді аяқтаймын. Осы жерде мен уже 48 минут отырдым. Алдында шығып кеттім, 2 сағат отырдым, мына жерде 48 минут отырдым. Енді мен осымен эфирімді аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, бір қазан құстың майы керек еді дейді. Я какое отношение имею? Құстың майы керек еді дейді. Құстың майы дейді. Ол құстың майы болса, ол құсты аулау керек қой. Кішкентай балалар ауырғанда бұрындары ол жаңағы көгершінді атып, оны кәдімгідей етін пісіріп, соның сорпасын беріп емдеп жататын бұрындары. Так, сонымен сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, мен осымен аяқтайын, рұқсат болса. Не лайк баспайсыздар, не тіркелмейсіздер, не бөліспейсіздер. Сонымен некоторые комментарии скрыты дейді. Рахмет, Алла тағала рахмет, осындай өзінің ісімен айналыса алмай отырған адамдарды осылайна сіз емші ма дейді. Сонымен ең бірінші түсіну үшін ең бірінші менің парақшама тіркелу керек. Бұл проходной двор емес қой. Мысалы, справочный сұрақ қою үшін біз справочныйға барып сұраймыз, заңды түрде. Ал енді менің парақшама келіп сұрақ қоям десеңіздер, менің парақшамның тіркелушілеріне ғана арналады менің сұрақ жауап айтарым. Өйткені мен сіздерді білмеймін, сіздер мені білмейсіздер. Босқа уақыт
кетіргенше немесе тіркелесіздер, немесе шығып кетесіздер. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар, табысты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар, бақытты болыңыздар деп өзімнің досымның эфирімді аяқтаймын. Всем всего вам доброго. Будьте... Ой, Наталья отправила, кажется, мне подарок от всего сердца. Благодарю, Наталья, благодарю. Я не увидела. Прошу прощения, Наталья. Благодарю, благодарю, благодарю. Наталья, Наталья, Наталья. Это подписчик Наталья. Это подписчик моего аккаунта. Полюхович, да? Или я неправильно читаю, прошу прощения. Наталья, 8-й фанат в фан-клубе. Благодарю, благодарю, Наталья, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Выходите в следующий раз на мою трансляцию, я вам мини-разбор сделаю. Только напомните, я не увидела вас. Вот. Благодарю, благодарю, благодарю. Рахмет. Рахмет. Наталья, вы здесь? Если вы здесь, плюс поставьте. Давайте я быстренько вам отвечу на ваш вопрос. Нағима дейді, Султакова дейді. Нағима, рахмет, менің парақшама келіп тіркеліңіздер. Тіркелген жандарға ғана менің сұрақ жауап айдарым. Тіркелмесеңіздер, сіздер мені менсінбесеңіздер, мен сіздерге қалай жауап берем? Сұрақ сіздерге. Я, сондықтан тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Энергия только взаимообменом. Немесе ақылы түрде консультация алыңыздар. Естіп отырсыздар ма? Только взаимообменом. Так. Рахмет. Мен осылай эфирімді аяқтайын деген кезде осылай менің трансляциям қызады. Оған дейін тым-тырыс естігенді жақсы көреміз, Олеся дейді. Амина. Так. Олеся. Алло. Здравствуйте. Доброго времени. Сәлематсыз ба? Қалай? Сәлематсыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Скажите, пожалуйста, вот мне Олеся зовут, 36 лет получается. Хотела узнать по состоянию здоровья вот на сегодняшний день. Не могу как-то вот справиться с паническими атаками, от чего это взялось и как вообще бороться с ними. Смотрите, вы для начала скажите, вы Олеся или Алиса? Олеся. Прям по документу вы называетесь Олеся, да? Да. Интересно. Олеся. Олеся. Вы кто вообще по национальности? Олеся. Русская. Ага, очень приятно. Почему я спрашиваю? Вы свой родной язык хорошо знаете, да? Понимаете? Это уже хорошо. Дату рождения мне надо в личку написать или можете озвучить. 1989 год. Дату рождения, не год рождения, дату рождения. 19 сентября. 19 сентября 1000? Да. 89. 19 сентября 89 года, да? Да. Угу. Так. Вам все приходит, все понимание приходит через свой кризис. 100% вы же начали в прошлом году. С чего начали? Надо теперь понять себя. Вы себя не понимаете. От того, что вы не понимаете себя, отсюда и проблемы возникают. Прям хочется разорвать взаимоотношения, да? Что вы слушаете, Да, вам да. близко. Поэтому вы ко мне пришли, да? Хочется прям разорвать. Я И не вы могу прям- просто сама себя понять, не могу сама себя понять, что со мной творится. Вот у меня все спрашивают, я говорю, вот мне вот плохо, например, да, и не могу, вот после родов, вот 4-го ребенка родила, я не могу себя понять даже. Я не знаю, как объяснить человеку, например, что со мной творится даже. Когда вы родили 4-го ребенка? Так, в 24-м году. Ну, в 24 году сейчас вашему ребенку уже 1,5 года, 2-й год пошел. Да. Старшему Я не ребенку могу сколько? никак справиться. Ну, старшему ребенку сколько лет?
15 будет. О, потом второму. 15, потом получается 11 и 8. Мгм. И младший 1,5, да? О, сколько энергии надо этим всем детям. Представляете? Вам, смотрите, ваш старший уже вас не слышит же? Ну как, нет, я такой человек, я такая мама, что я строгая насчет этого. У меня он не разбалованный, он меня слышит, понимает, никогда слова не может сказать мне против. Вот я как бы, знаете, насчет этого строгая вообще. Строгая, это вы вообще, вы в своем уме строгая, а на самом деле, что хочет вашему ребенку, вы же не понимаете совершенно. Вы себя Ну не может можете. быть, да. Вы ни себя, ни семью, ни детей вообще, ни родителей не можете понять. У вас есть прошлый опыт жизни, и вы уверены, слишком уверены, что вы дойдете до финиша, что вы начатое в прошлом году доведете. Но знаете, все через кризис вы хотите все это сделать. Вам это надо? Мгм. Вам это надо? Отсюда Мгм. и непонимание же. Вам хочется прям со всеми разорвать. Но вы же стопроцентно можете стратегию свою выстроить и идти по своей стратегии. Но оно получается, вот это вот состояние мое, оно пройдет вообще? Но это же от вас зависит же. У вас... ага. Вы... Все, что вы не делаете, все не по-вашему для вас. Правильно? Все не по-вашему. И от этого и давление же. А вы хотите, чтобы все по-вашему было. Чтобы дети слушали, делали то, что вы хотите, что скажут. Мама, все должно быть так, как мама хочет. Так не бывает же. Даже Мгм. если вы 4 детей родили, это же не ваши дети же. Это божественные же дети. Мгм. А Вы вот, уже... например, то, что у меня вот, как, вот от этого вот состояния, как вам сказать, хондроз вот этот вот шею, он сдавливает, головные боли. Это вот от чего? Это от нервов, что ли, или как? Я не могу понять. Вот смотрите, вам сейчас надо себя понять. Вы же себя не хотите понять. А как вы поймете других людей? Вы хотите, чтобы все было по-вашему. Понимаете? А кто сказал, что ваши дети должны делать то, что вы скажете? Вам Мгм. сейчас надо прежде понять этих детей, вам надо понять своего мужа, кто ваш муж. Мгм. А чтобы понять своего мужа, вам надо понять, кто вы вообще. Сами себе задайте вопрос. Скажите, Олеся, вообще кто ты такая? Себе задайте вопрос. Кто ты? Так я вот не могу справиться с этим состоянием, понимаете? Я не знаю, кто мне может помочь вот в этом. Вам, получается, сейчас полных сколько лет? 36. Вот, пожалуйста, вам 36. А как вам 36, если вы в сентябре родились? 36. 37 будет. 36-37 вам исполнится. Вот смотрите, Мгм. вы сейчас 3 года, 4-й год пошел. Вы сами с собой боретесь. Не Вот понимаете просто вы оно, свои... знаете, вот я хочу перебить вас. Оно получается, вот мы жили в одном доме, да? Потом, получается, как бы я вот забеременела, и нам дали другой дом. Вот с этим переездом, как бы вот у меня потом все это началось. А началось это еще больше после родов. Радуйтесь, что вы место Мгм. жительства. Радуйтесь. Это же радость. Нет, Каждый, это радость, это я тоже говорю, это просто каждое, вот, это рождение, вот, каждое рождение да-да. ребенка, это же от Бога дается же. Конечно, Возможно. нет, нет, я на своих детей вообще ничего. Это мое счастье, как говорится, это мой воздух. Я ими дышу. Абсолютно, как бы я ничего здесь не говорю, просто вот это состояние меня оно убивает. Почему именно вот после родов у меня вот произошло это вот годик исполнился, было нормально. А потом, как пошло все вот это вот у меня, я просто не могу понять, что такое творится. Либо это какая-то сейчас такая атмосфера, не знаю, где-то что-то все равно, либо что. Вы вообще кто по специальности?
Никто. Как никто? Вы школу закончили? Я не училась, я, получается. М? В школе отучилась до 11 класса и все. Вы смотрите, пока дети ваши маленькие, параллельно учитесь со своими детьми. Сейчас вам не нужно думать, как расширяться. Вам сейчас надо думать, как вот понять себя. Если вы себя поймете, у вас все получится. Угу. Это понимание приходит либо через знание, познание себя, либо через свой кризис. Вам этот кризис зачем нужен? Зачем вам портить взаимоотношения со всеми? Вы в браке, вы на одной фамилии со своим супругом? Да. Уже радость. Ну, у вас муж работает? Ну да, конечно, естественно. Это благодаря кому? Здесь и сейчас вы находитесь. Вот вы же не благодарите своего мужа. Как вы можете мужа благодарить, если вы себя не благодарите? Ну, потому что у меня, знаете, можно сказать, я такой человек, я гордая, я не могу переступить вот эту гордость. Не могу. Ну, поэтому сейчас, знаете, вам надо с собой поработать немножко. Вам зачем все это через кризис понимать? Люди наоборот, вот смотрите, сколько людей, кто-то замуж не может выйти, кто-то вообще не может детей родить, кто-то девочка, кто-то мальчика хочет. У вас дети, 4-го ребенка вы родили. Просто вам сейчас надо свежим воздухом надо дышать. Вам не хватает энергии, вам не хватает любви к себе. Вам не хватает любви к себе. А какую любовь можете дать своему супругу, если у вас у самой любви нету к себе? Я просто чувствую замученная. После вот этих вот я устала, этот декретный отпуск, как бы вот от 4 деток, это не просто же. Это вот 24 на 7, в принципе, я не могу просто уже. Это нормальное ли явление? Если вы дома сидите, это рождение ребенка, это тоже бизнес. Это бизнес, это и есть жизнь. Это вы сейчас как фабрика звезд. Вы сейчас как фабрика звезд. Детей родили 4. Это же не просто так. Забеременеть, вынести. Не каждому удается 4 детей друг за другом родить без образования. И вам никакого образования не надо. Хорошо, все, я вас поняла, услышала, я буду стараться. Спасибо большое. Вам надо себя понять. Вам обязательно надо пройти консультацию, пока вы дров не наломали на эмоциях. Не надо на эмоциях ничего решать. Вот вы ко мне, это уже, считайте, это уже любовь к себе. Вы сейчас в данный момент эмоционируете прям на эмоциях. А на эмоциях не надо ничего предпринимать. Наоборот, сейчас ваша задача высыпаться, наедаться столько, сколько положено. А какую энергию можете дать детям, если вы сами, у самой энергии нет, на нуле? А знаете, сколько надо этим детям? Вот так вот. Поэтому, слышите меня? Поэтому сегодня рано. Вы меня слышите? Вы просто ставьте лайки. Когда лайки не ставите, не слышно, связь прерывается. Да ё-моё, что за связь, а? Алло. Это лайки надо ставить. Когда вы лайки не ставите, связь прерывается. Ой, благодарю, Раушан Ханым, благодарю. Девушка сейчас эмоционирует. Начатое дело надо научиться до конца доводить, девочки. До 7 лет ребенок находится в ауре матери, до 14 в ауре отца и мать, а после 14 до 33 лет каждый ребенок идет к своей цели. Никого не слышит, пока не получит образование, пока не достигнет своей цели, пока не поймет свое окружение, пока не раскроет свою сердечную чакру. Вот. Когда начинается понимание своих родителей, когда сам человек становится родителем, вот и все. Это же не мною придумано. Сәлеметсіз бе, Айлуна дейді. Айлуна деп сізді екі қазақша орысша есіммен, мен мындай есімді бірінші рет естіп тұрмын. Айлуна деп сізді прямо екі тілде бірақ қойған ғой есімді. Сәлеметсіз бе, Раушан ханым, сәлеметсіз бе.
Бұл түсінік немесе кризис арқылы, немесе білім арқылы келеді. Понимание самого себя приходит либо через свое знание, либо через свой кризис. У нас картошка есть? Осымен мен эфирімді аяқтайыншы. Менің жанымда балам сұрақ. Сен сұрақ қойғанда, у меня время же здесь идет. Давай я эфир завершу, потом я вас покормлю. Давай, все, подожди, я эфир завершу. Балаларым тамақ көретін уақыт болды. Менің жаңа трансляцияма тіркелсеңіздер, лайк басып жүріңіздер, бөлісіп жүріңіздер. Мен эфирге шыққанда үнемі будьте просто активны и все. Осылайынан лайк баспаған кезде трансляцияға шыққан кто лайки, кто платит, того и смотрим, дейді. Кто лайки, кто платит, того и смотрим, дейді. Вот, когда вы ставите лайки, связь, все остальное до свидос, да? Вот, например, девушка сейчас вышла, она не услышала. Почему? Потому что лайки прекратились. Потому что все мы хотим слушать, но не слышно. Понимаете? Вам не слышно, потому что нет обратной связи. Когда нет обратной связи, нет смысла дальше продолжать. Поэтому, когда вы заходите, обязательно подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Моя трансляция посвящается только для моих подписчиков. Для неподписчиков это не касается. Потому что если вы не подписаны, как вы можете меня услышать? До свидос деген айтқан адамды до свиданияға жібердім. Мәңгіге кетті до свидос деп. Потому что ол кісі менің парақшама тіркеліп отырған жоқ. Ол кісі ерігіп отыр. Біреудің табысты болғаны біреуге кризис болып тұрады. Ал егер адам өзінің құндылығын түсінгенде, өзіне не жетпейді, соны адамға, басқа адамға тілегенде адамға мүмкіндік ашылады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан рахмет сіздерге, рахмет, Райка дейді. Мен осылай эфирімді аяқтайын деген кезде осылай менің трансляциям қыза бастайды. Себебі бір адам шығып трансляцияға шыққан кезде үніміз шықпай тыңдағымыз келеді, сол кезде наоборот лайкты басып жүрсеңіздер, маған да сіздер естіліп тұрасыздар, сіздердің де айтқандарыңыз маған естіліп тұрады. Жаным менің, тамақ ішейік? Нет, пошли гулять. Құтты болсын. Все, осымен мен трансляциямды аяқтағым келіп отыр. Уақыт болды, мен уже 1 сағаттан аса отырмын. Үйім документі жөнделеме дейді. Сондықтан менің эфиріме тіркелсеңіздер, менің эфирім осылай эфирге шыққанда сразу лайк басып сұрақ қойсаңыздар болады. Рахмет, менің парақшама келіп сұрақ қойып. Так, все, всего вам доброго. Я на этом трансляцию завершу, потому что уже время. Те, которые пришли, подписались, поделились, ставили лайки, задавали вопросы, дарили подарки. Благодарю. Пусть Всевышний вас услышит, увидит, узнает и направит вам людей по достижению ваших целей. Все, всего вам доброго. Сау болыңыздар. Алла разы болсын. Бақытты болыңыздар, Алланың назарында болыңыздар.